нумерология ғылым деген сөз қолданады. Көп адамдар ғылым деп атайды екен. Жалпы осы ғылымға жата ма? Ғылым деп атауға бола ма? Ғылым деген негізі бір нақты формулаға, бір заңдылықтарға сүйенеді ғой мысалға. Келісім болады. Бұл қандай да бір ғылым болатын болса, сол ғылымды меңгерген, терең жетік білген сол саланың мамандарының арасында келісім түрде ережелері және сол ережеге барлығы бағынады. Оны былайша айтқан кезде біздің шариғатта ижма деген нәрсе бар. Бірақ кез келген білімнің ішінде ғалымдары, білімділер келіскен ижма болады. Ал енді бұл бағана сан білім яки болмаса нумерологияның ішінде келіскен бір нәрсе жоқ. Әр адам, әрбір нумеролог өзінің қалағаны бойынша санға сондай өздерінің қалаған қасиетін береді. Және қалағанша соның қаласа оны орын алмастырып қоя береді. Яғни ешқандай тұрақтылық жоқ. Сондықтан бұл жерде оны бір өздері білім деп атаған болса, біз оны яки жалған білім, яки пайдасы білім деп атауымызға болады. Бана ғылым деген кісілерге біз өзіміз ғылым деп есептемейміз негізі. Бірақ айналысып жүрген нумерологтар, яки соны білім деп жүрген кісілерге айналысып жүргендеріңіз жалған білім, және де адамдарға зиянды білім. Яғни пайдасы жоқ ешқандай. Және де бұны айналысып жүрген әрбір мұсылман қыз жігіттерге айтатынымыз, бұл банандай Алла Subhanahu тағдырына қатысты болған ғайып, яғни бізге белгісіз болған нәрселер кіріп кеткендіктен шариғатымызда болған тікелей тыйым салған. Яғни сондықтан сіз Алла Тағаланың тікелей шариғатына қарсы келіп, өзіңіздің күнәһардың жолына, тіпті үлкен күнәлардың ішіндегі ислам дінінен шығарып жіберуге себеп болатын күнәлардың артынан түспеңіз деп қатты ескерткіміз келеді осы жөнінде. Бәрекелді. Әлгі бір кісі айтып жатыр да, осы өзі тәубе келген адам екен. Орыстың үлкен бір кісісі, өте оқымысты адам, нумеролог болып кеткен, сұмдық, атақты. Сөйтіп сонымен айналысқан, кейіннен кешірім сұрап, жаңағы раскаяние нумеролога деген не шықты жаңағы. Сол жерде жаңағы ол кісі айтады да, мен таңғалғаным дейді. Бұлар дейді, мысалға дейді, ғылым деген нәрсе 2-де 2-ні қоссаң 4 дейді да. Ал бұлардікі дейді, 2-де 2-ні қоссаң дейді, ол 6 болуы да мүмкін деген нәрсені айтады дейді. Немесе дейді, 2-де 2-ні қоссаң тек қана 4 емес, ол жерде 4 адам бағанағы алдыңыздан сізге бизнеске жаңа оңтайлы адам шығып тұр деген сияқты айта береді дейді, яғни. То есть сосын жаңа қызығы бұлар дейді 1 2 3 4 5 6 7 8 9 дегенге өзінің несі, мысалы 7 деген сәттілік, 8 деген бірдеңе дегенді әр нумеролог өзінше жазып алады екен. Сөйтеді дегенде әркім, то есть ол жерде келіскен нумерологтардың бір арнайы нақты бір ғылымы жоқ. Әрқайсысы өзінше жазып алады дегенде, өзінше тәпсірлей береді, отырып алады дегенде бағанағы. Мынауың сәйкес келеді, мынауың сәйкес келмейді деген сияқты бағанағы. Енді қызығы, сен сол сәйкес келетін адамды күтіп жүріп қалатын қанша адамдар болады деген, жасын қарасаң 35-ке келіп қалған. Ол сәйкес келетін адам тапсаң түрі ұнамайды. Немесе сен оны ұнап тұрсаң, ол сені ұнамай қалады деген сияқты. Немесе бизнес бастайын деп сөйтіп жүрген адам сәттілік, бизнес бастайғанға сәтті күндікті деген. Ол күні сенімен келісетін адамдардың уақыты болмай қалады деген сияқты, сөйтіп қанша адамдар бағанағы соған тәуекел етіп қалады деген. Өкінішке орай. Сондықтан да ол жаңағы ғылымға жатпайды. Ежелгі грек математика, астрономы Евдокс деген кісі біздің эрамызға дейін 370 жылдар шамасында айтқан екен. Жалпы адамдардың туған күніне байланысты болжайтын адамдардың тұжырымдары өтірік, оған сенудің мүлде қажет жоқ деп айтқан екен. Оны Ресейдің атақты астрономы, астрологиямен шатасып жүргендерге астроном кісі айтқан екен. Владимир Сурдин деген кісі өзінің мақаласында жариялаған екен.